Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTubeтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай комплекс санға байланысты мынадай комплекс сан 1 бөлінген түбірастегі минус и бөлінген түбірастегі мұндағы и жорамалы бірлік квадраты минус 1-ге тең жорамалы сан, яғни осы комплекс санның 100-ші дәрежені табу керек. Бұл есеп қорқынышты көріледі, өте көп мұғалімдер бұл есепті қорқып консультация сұрайды, басқа білетін адамдар қиналады. Осы есепті енді шығарып көрсеткім келді сіздерге, біліммен бөліскім келді. Мен мақтанып білімін көрсету үшін емес. Мына енді бұндай есеп шығару үшін қайтеміз. Комплекс санды екі түрі бар, біз білеміз. Алгебралық және алгебралық түрі. Z а плюс b и ол алгебралық түрі. Мұндағы и квадрат минус 1-ге тең жорамалы бірлік, яғни алгебралық түрі. Ал екінші түрі бар, ол тригонометриялық түрі. Z тең жақсы r косинус фи плюс и синус и. Бұнда да мынау и жорамал бірлік. Енді бұнда n-ші муафық, мынаның n-ші дәреже, мынаның 100 дәрежеге шығарып, қысқаша көбейту формуласын пайдаланып ары қарай қиын болып кетейін деп көріп тұрсыздар. Мұнда енді ең дұрысы муафық формуласын пайдалану. Мына дұрыс па? Муафық формуласы қандай? Онда z-тің n дәрежесі қандай? Осы комплекстан тригонометриялық түрде бөлінсе z-тің n дәрежесі болады, r-тің n дәрежесі болады, көбейтілген косинус жақша n фи плюс и синус n фи. Яғни n-ші дәрежеге шығарғанда r-ді насанды n дәрежеге шығарғанда аргументтерін n еселейміз, n-ге көбейтеміз. 4 + 4 5. Мынаны енді тригонометриялық түрде қалай жазамыз? Қарайықшы. 1 бөлінген түбірастегі минус 1 бөлінген түбірастегі и. Қай санның косинусы, қай санның синусы. Қалай жасақ болады мынаны? Былай жасақ болады ол. Косинус 4-тен 7 пи, олай косинус 4-тен 7 пи плюс и синус 4-тен 7 пи. Келсесіздер, өйткені косинус 4-тен 7 пи науған тең, синус 4-тен 7 пи наған тең, дұрыс па? Сонда орнына қоямыз, муафық формуласына тең деп жалғастай берейін. Сонда қандай? Бұл дегеніміз мынау. Аның 100 дәрежесі, значит, r 1-ге тең, 1-ге тең болса біз жазбаймыз. Косинус 4-тен 7 пи плюс и синус 4-тен 7 пи. Осының 100 дәрежесі. Енді 1-дің 100 дәрежесі бәрібір 100, аңын көбейтеміз, 100-ге көбейтеміз. Косинус 7 көбейтілген 25 пи плюс 7 көбейтілген 25 пи тақсам болады оны. Минус 1-ге тең. Пидің еселігі тақса болса, косинус минус 1-ге тең плюс и синус 7 көбейтілген 25 пи. Пиға еселік болса, синус нөлігін и-дің аргумент жойып кететін аяқта минус 1 болады. Минус 1-ге тең көрсеттіңдер. Есебіміз шықты, муафық формуласын қолданып тез шығардық мұны. Әйтпесе мынаны, егер мынаны былай квадраттап 50 дәрежеге шығарып сөйтіп отырсақ, уақытымыз көп кетеді және ол тиімді тәсіл бола алмайды. Сондықтан бізге муафық формуласын пайдалану өте тиімді тәсіл болып табылады. Видео мынасы лайк қойып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Парақшама подписка жасаңыздар, әрі талай күрделі есептердің шешулерін көрсетемін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.